Өкінішке орай, қазір үлкен кісілер жастармен қатарласып, жас қыздарға, жас келіншектерге, өздерінің келіндеріне көз салуы аз емес. Мен сіздерге өзімнің басымнан өткен келіндік өмірімдегі бір оқиғамен бөлісіп кеткім келіп тұр. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Өмірден алынған арнасында тек қана шынайы өмірде болған оқиғалармен бөлсем, басқа адамдарға сабақ болсын деген мақсатта. Мен 2004 жылғымын, жақында ғана тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа бір үйдің жалғыз ұлына шықтым. Атам мен енем өте жас кісілер. 40-тан жанасқан, кәрі емес, бізде бәрі жақсы. Жолдасым мені жақсы көрді. Енем де өте жақсы кісілер болды. Мен бірден осы отбасына сіңісіп кеттім деп айтсам болады. Бірақ тұрмысқа шыққаныма әлі 3,5 ай ғана болды. Сонда да бөтенсімеді, жақсы қарсы алды. Мендегі проблема енем емес, барлық келіндердің проблемасындағыдай. Мендегі проблема менің қайнатам болды. Біреуге айтуға да ұят. Енді менің қайнатам маған қылмындап, маған келін ретінде емес, маған бір жас қыз ретінде, көңілдесі ретінде қарағысы келетін. Маған неше түрлі тиіскілеп, сөйлеп, ешкім болмаған кезде көзін қысып қойып, ешкім жоқ кезде сөзбен, көзбен маған қылмындап неше түрлі әңгімелер айтып, маған WhatsApp-тан стикерлер жіберіп, неше түрлі ұятсыз. Папа, қойыңызшы, сіз менің папамдай емессіз ба деп айтсам болмайды. Онда ұлыңызға айтамын десем, ол бәрі сенбейді деп өзінің жіберген сообщенияларын бәрін удалить етіп тастайды, удалить у всех деп басып. Мысалы, менің енем күндіз жұмыста болады, күйеуім жұмыста, ал мен үйдемін. Енді жаңа түскен болғаннан кейін мен өте жас күйеуге шықтым. Мен оқуымды жаңа аяқтаған қыз болғаннан кейін ешқандай жерде жұмыс жасамаймын. Осы үйге сіңісіп кетейін, кішкене өзімді келін ретінде көрсетейін, шаруа істейін, үй жинайын, тамақ істейін деп, кішкене келіндік қызметімді атқарып барып жұмысқа шығайын деп ойлағаным. Енді ойлағанның өзінде енді атам маған қазір күн бермей жүр. Ал мен күйеуімді өте қатты жақсы көремін. Қандай адамсыз сіз? Ой, жасауға болмайды деп қанша айтсам да, енді мен ол атам ғой, енді әкемдей болған, мен ол кісіге қатты даусымды да шығарып ұрса алмаймын. Енді мен өзім бөтен адам болғаннан кейін де. Енді мен енеме айтайын десем, енем маған бәрібір сенбейді, мен левый адам болғаннан кейін. Күйеуіме айтсам, күйеуім де сенбейді. Күйеуімді жоғалтып алғым келмейді, жолдасымды. Мен оны өте қатты жақсы көремін. Екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Не істесем болады, айтыңыздаршы, мен күйім шарасыз. Негізі көрші, мен дүкенге барған кезде әйелдердің бір-бірімен әңгімелеп жатқан өсектерінен естіп қалдым. Менің атам, яғни қайнатам, күйеуімнің әкесі кезінде жүргізуші адам болған. Енді кезінде дегенде әлі жасы 40-та ғой, әлі де енді дені сау деп айтсам болады, себебі әлі 40-та деген, 40-та әлі адамдар бала туғызып жатады ғой. Одан өйстіп мен просто отшивать етіп жүрдім да атамды. Енді мен ұялдым бірден айтуға. Сөйтіп бір күні бөлмемде есігімді жауып алдым. Біздің бөлмеде кілт жоқтың, құлыпталынбайтын. Енем таңертең жұмысқа кетеді, 7-де, 8-де. Күйеуім де сол уақытта жұмысқа кетеді. Ал атам таңғы 6-да оянады ұйқыдан. Ал мен атама шай бермейтін, себебі атам айтатын, ұйықтай бер, жаңа түскен келінсің деп. Енді ол жағынан түсініктері болды. Сөйтіп мен 9 кезінде ұйқыдан тұрып жаттым. Үйде ешкім жоқ. Қайнатам обычно таңертең ерте тұрып шай ішіп, жолдастарына, сөйтіп көшеге шығып, дүкендерге сөйтіп кететін, бардығын шаруалармен, достарына. Сөйтіп мен ол кісі кеткен шығар деп ойладым, бірақ есігім құлыптанып тұрды. Киініп жатқам, теріс қарап киініп жатсам, кәдімгі бір сырт еткен дауыс шыққан жоқ, белімнен біреу құшақтап алды. Кәдімгідей мен күйеуім келіп қалды ма деп ойладым да, құшақтап алды да қатты қысып алды өзіне. Шошып кеттім, не істерін білген жоқпын, қолын алып итеріп жүрдім. Сөйтіп адам, не болды соншама? Как будто қыз ұқсап дейді маған. Мен өзім не істерін білмей қалдым. Енді мен сіздің қызыңызда емеспін ба дедім. Не айтарымды білмей. Сөйтіп мен бірден дәретханаға жүгіріп кеттім. Бірақ арамызда ештеңе болған жоқ. Дәретханаға жүгіріп кеттім, бөлмемде жылап отырдым. Сөйтіп
түскі ас жасадым, кешкі ас жасадым. Күйеуім бүгін дежурствоға қалам деді. Ал енем болса, жұмыста біреудің туған күні, жұмыстан шыққаннан кейін коллегамыздың үйіне барамыз деді. Мен ол енді күндіз болған дүниені ұмытып кеттім. Себебі өзім андай ішімде ешқандай арамдығым жоқ адам болатын. Сөйтіп атама тамақ бердім, бәрі жақсы, ешкім ештеңе деген жоқ. Енді біз үйленгенімізге 3 ай болғандықтан екеуміздің ортамызда бала жоқ. Ал күйеуім енді айттым ғой, жалғыз баласы болды деп үйде. Сөйтіп түнгі ұйқыға жаттық. Сағат уже неше, мен шамамен 11 кезінде жаттым. Күйеуім болса да дежурствода, ал енем жазып жіберіпті, түнделетіп келем деп. Сөйтіп жарайды, оны жата бер деп жазыпты. Келген соң егер сарқыт жеймін десең оятам деп. Сөйтіп жарайды, мен ұйықтадым онда деп жазып жібердім да, ұйықтадым. Сотка қарап жаттым, ұйқым келмей, сөйтіп бір 11:30 кезде көзім ілініп кетіпті. Сөйтіп бірдеңе шықырлап жатты да бөлмеде. Сөйтіп біздің үйде вроде тышқан, ештеңе жоқ, құмырсқа, құрт-құмырсқа ештеңе жоқ. Бірақ сөйтсем атам менің үстіме шығып алып, мені қысқылап, бірден мені етпетіммен жатқызды да өзінің мүшесін менің ішіме тыға бастады. Ұят та болса айтайын, себебі бұл видеоны біраз адамдар тыңдайды, көреді деп ойлаймын. Ұятсыз деп мені сөкпеңіздер. Міне, қайын атадан қойын атаға деп әңгімелер бекер айтылмайды. Шынымен де өмірде неше түрлі ситуациялар болады екендігін осы кезде есімді жиып, сол кезде ғана осознавать еттім. Сөйтіп атам мені қаттылап, жаңағылай ұрғылап жіберді де, тұрды да бетімнен сүйіп кетіп қалды бірден. Мен өзім не болған білмеймін. Оның барлығы бір примерно 2-3 минут қана болды. Менің күшім жетпеді, мені етпетіммен жатып, аяғым қолымды керіп қойды, қысып ұстап, сөйтіп менімен жыныстық қатынасқа түсті. Енді мен шарасыз күйдемін. Ал мен атамнан көтеріп қойсам не істеймін? Білмеймін, атам не ойлайтындығын. Менен басқа әйел құрып қалдым атамның баратын. Білмеймін, мүмкін ауылдағы әйелдердің бәріне барып қойған шығар деп ойладым. Сөйтіп енді күйеуіме айтайын десем, күйеуім маған 100% сенбейді. Мен күйеуіме себебі бастап едім. Папа деп енді мән жайды жеңіл-желпі мен басында түсіндіруге тырыстым күйеуіме. Сөйтіп күйеуім айтты: "Қой, менің әкем туралы өйтіп айтпа" деді. Енеме шет жағасын бастадым, бірақ дәл екеуміз жыныстық қатынасқа түстік деп айтқан жоқпын. Өйткені енем ондайды ойлайды да, ол күйеуім менің ондай емес. Сен тем более менің келінімсің, біздің баламдайсың деп сөйтіп әңгімені жалғастырып кетті. Сосын айттым: "Мама, мен жай ойнап айтып отқаным ғой" деп әңгімені тоқтата салдым. Себебі бұл үйде артық адам менмін да, кінәлі адам всегда мен болып шығатынымды түсіндім. Өйткені мен атаммен тем более жыныстық қатынасқа уже түсіп қойғаннан кейін менің уже кінәлі екендігімді түсіндім өзімнің. Енді все равно шапалақ екі алақанмен соғылады дейді ғой. Бәрібір де мені кінәлайтындығын түсініп, мен ешкімге ештеңе деп айтқан жоқпын. Бірақ сөйтіп күйеуім дежурствоға кетіп жүрді, енем жұмыстан кешігіп жүрді. Күні бойы атам екеуміз үйде болғаннан кейін күнделетіп сөйтіп екеуміз жыныстық қатынасқа түсіп жүрдік. Сөйтіп барлығы добровольно болды. Себебі мені басында енді қинап, мәжбүрлі түрде мені жыныстық қатынасқа түсіретін тұғын, менің келісімімсіз. Енді мен атамға күшім жетпегеннен кейін амалсыздан көндім. Атамдікі күйеуімдікінен кем емес екен. Енді алдағы өмірімнің не болатынын әрине білмеймін, бірақ мені қазіргі таңда барлық нәрсе менің көңілімнен шығады деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Бұл әңгіменің екінші бөлімі бар. Егер де сіздерге қызықты болса саламын. Бұл шынайы Мөлдір деген таныс қыздың өмірінде болып жатқан оқиға. Ашылып өзінің өмір тарихын, яғни тұрмыста болып жатқан оқиғалармен бөліскеніне Мөлдірге рахметіміз айтамыз. Мөлдірге ақылдарыңыз болса, комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған өмірден алынған арнасы қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетулеріңізді сұраймын. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.